Бұл оқиға шағын қалашықта өмір сүрген құрылыс басшысының басынан өтіпті. Ол өмір бойы биік ғимараттар тұрғызумен айналысқан. Егде жасқа келгенде зейнетке шықпаққа бекінеді де жұмыс берушіге келіп: "Мен жұмысымды тоқтатқым келеді. Зейнетке шығар уақытым таяды. Қалған өмірімді кемпіріммен, немерелеріммен бірге өткізбек ниетім бар", дейді. Сонда оның сөзін үнсіз тыңдаған қожайын қимастықпен соңғы өтінішін айтады. "Тыңдаңызшы, сіз еңбекке толы жылдарыңызды соңғы бүрімен қорытындылаңыз. Сонымен біз сізді қуана зейнетке шығарып саламыз және өте жақсы сый жасаймыз". Құрылыс басшысы бұған келісті. Жаңа жоба бойынша шағын отбасына үй соғу керек болатын. Қиыстыру, сызу, материал іздеу, тексеріс жұмыстары басталып та кетті. Ол әлде қашан өзін зейнетте елестетіп қойғандықтан қатты асығыстық танытты. Жұмыстарының бірін шала істесе, екіншісін қате жасады, қысқартты, арзан материалдарды пайдаланды. Себебі басты мақсаты тез-тез бітіру еді. Ол бәрін дұрыс жасамай жатқандығын жақсы білді. Алайда түрлі сылтаулармен өзін ақтап алды. Ақыры жұмысын аяқтап, қожайынды шақырды. Ол үйді бастан аяқ шолып шықты да: "Білесіз бе, енді бұл сіздің үйіңіз. Мінеки, кілтті алыңыз да отбасыңызбен тату-тәтті өмір сүріңіздер. Барлық құжаттар рәсімделіп те қойды. Бұл біздің фирманың атынан сізге марапат болсын", деп ыстық лебізін білдірді. Дәл осы сәттегі құрылыс басшысының жағдайын ешкім түсінген жоқ. Ұяттан қызарған күйі бір орында тұрып қалды. Ал маңайындағылар мәз-мейрам құттықтап жатты. Оның қызарған түрін ұялшақтығына балай бастады. Ал ол өз ісі үшін жанын жегідей жеуде еді. Асығыстықпен салынған үйдегі қателіктер мен кемшіліктер қалған өмірінің басты проблемасына айналып, өмірін қиындататын ойына алған сайын өзін сөгумен болды. Алайда бәрі де кеш еді.